Сәлем достар, біз сендермен қаржы мектебі бағдарламасында қауышып отырмыз. Бүгін біз өте қызықты, ал ең бастысы пайдалы ақпараттарға толы таңғажайып саяхатқа бірге аттанамыз. Кімде жалпы атасы мен әжесі бар? Бәрімізде бар екен, е? Ал сендердің ата-әжелерің зейнетақы ала ма? Иә. Ал сендер зейнетақы не екенін қалай түсінесіңдер? Иә? Сен қартайғаннан соң жұмысыңды істемейсің, Иә. бірақ саған ақша беріп тұрады. Ақша беріп тұрады, түсінікті. Иә? Менің ойымша зейнетақы қартайған шақта қартайған адамдарға беретін ақы. Иә, өте дұрыс айтасыңдар, балалар. Зейнеткерлік жасқа келіп, иә? Иә. Жұмыстан босап, зейнеткерлікке шыққан адамдарды зейнеткерлер деп атаймыз. Міне осы кісілерге ай сайын мемлекет тарапынан ақша беріледі. Ол ақшаны біз зейнетақы дейміз. Ал енді достар, біздің интерактивті тақтаға назар аударыңдаршы. Қазақстанның зейнетақы жүйесі көрсетілген. Біздің Қазақстандағы зейнетақы жүйесі 3 деңгейден тұрады. Оның бірінші деңгейі базалық зейнетақы деп аталады. Екіншісі міндетті зейнетақы жарналары. Және де үшінші деңгей ол ерікті зейнетақы жарналары. Жалпы базалық зейнетақы, яғни еңбек зейнетақысы. Бұл зейнетақыны алатын адамдар 98 жылға дейін жұмыс істеген адамдар. Екінші деңгейдегі бұл міндетті зейнетақы жарналары. Және де міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары болып табылады. Яғни әр жұмыс беруші өзінің қызметкерлерінің жалақысынан 10% мөлшерінде міндетті зейнетақы жарналарын жасайды. Және де міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын 5% көлемінде аударады. Үшінші деңгейге келетін болсақ, бұл ерікті зейнетақы жарналары. Бұл жерде атының өзі айтып тұр. Кез келген адам өз еркімен қанша мөлшерде, қанша пайыз, қандай көлемдегі, қандай сомадағы ақша болсын, зейнетақы қорына салады. Қандай сомада, қандай пайызда екенін өзі біледі. Бұл ақшалар бір жерге шоғырланады, жинақталады деген сөз. Оның аты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Мінекей, ал осы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ақша салу, сол жақта ақша жинақтау, бұл не? Бұл инвестиция деп айтуға болады. Зейнетақы жинақтаушы қоры сол ақшаларды құнды бағалы қағаздарға салады. Түрлі акциялар сатып алады. Биржада сол ақшаны ойнатады, айналдырады. Яғни одан не табады? Пайда табады. Яғни, ол не деген сөз? Біздің жинақталған ақшамыз сол пайда арқылы едәуір тағы да өседі деген сөз. Солай емес пе? Иә. Зейнетақы не үшін қажет? Иә, Мирас? Зейнетақы кәрі аталар Кәрі адамдарға, қарт адамдарға Өздерін ақша беріп, өздерін емдейтін. шынымен де денсаулығына қарау керек, тамақ жеу керек. Сол үшін оларға ақша қажет. Өйткені олар өздері жұмыс істеп, ақша таба алмайды ғой. Түсінікті ме? Міне сондықтан зейнетақы бізге өте, әсіресе біздің қарт әжелеріміз бен аталарымызға өте қажет. Қазақстанның зейнетақы жүйесін білу, ол қалай жұмыс істейді? Соны түсіну, бұл қаржылық сауаттылықтың басты негіздерінің бірі. Дәл осыны біз сендерге қаржы мектебінде үйретеміз. Зейнетақы жүйесі баяғыда пайда болды. Кейбір тарихшылар алғашқы зейнетақылар ежелгі Римде пайда болды деп есептейді. Отставкаға шыққан легионер сарбаздарға соғыс нәтижесінде жаулап алынған жерлер иелікке берілген. Осылайша Рим билігі өз сарбаздарының зейнетін қамтамасыз еткен. Еуропа тарихында зейнетақымен қамсыздандыру алғаш рет 1673 жылы Францияның әскери теңіз флотының офицерлері үшін енгізілген. Ал жалпыға бірдей, яғни азаматтардың барлығына бірдей зейнетақымен қамтамасыз ету Германияда 1889 жылы пайда болды. Кейін осындай зейнетақы жүйелері Еуропаның басқа елдерінде, Данияда, Ұлыбританияда, Францияда енгізілді. Ал ақш-та зейнетақы жүйесі айтарлықтай кештеу пайда болды. Тек 1935 жылы. Ресейде зейнетақыны Петр I енгізді. Бірақ олар тек офицерлерге ғана тиесілі болған. Балақайлар, айтыңдаршы, Қазақстандағы зейнетақы жасын кім біледі?
Ағайын. Айта қой, Сайжан. Әжелер үшін ол 59 жастан, Әйелдер үшін, 59 жастан. аха, Ал ер ер адамдар үшін 63 жастан. 63 жастан. Бәріміз келісеміз бе? Иә. Мен сендерді бір түзетіп жіберейін. Негізінен дұрыс. Ер азаматтар үшін 63 жас. Ал әйел азаматтар үшін 60. 58 жас. Мен соны ұмытпаңдар. Ал қалай ойлайсыңдар? Зейнетақы бәрінде бірдей ме екен, а? Жоқ. Неге? Әртүрлі жұмыстарда әртүрлі болуы мүмкін. Аха, жұмысының қиындығына байланысты. Иә, Мирас, сен не айтайын деп едің? Мен деген әртүрлі ақшалар алатын бір... Жалақысы әртүрлі болады дейсің ғой. Иә. Сонымен қатар? Еңбек үшін. Еңбектің әртүрлілігіне байланысты. Жақсы, ал егер жұмыс істейтін орын өте зиянды болса ше? Онда зейнетақысы жоғарырақ болады. Жоғарырақ болады, себебі зиянды орындарда адамдарға жалақы көбірек беріледі. Өте дұрыс. Әр адам өзінің жалақысынан ай сайын жалақысының 10%-ын жинақтаушы зейнетақы қорына жөнелтеді. Не содан оның болашақ зейнетақысы жинақталады. Ал ол зейнеткерлік жасқа келген кезде сол жинақталған ақшасын және де зейнетақы қоры үстінен берген үстеме ақшасын қосып, өзіне қайтып ала алады. Қытайда мемлекеттік зейнетақыны тек әскерилер, мемлекеттік қызметкерлер мен полицейлер алады. Қытайлық зейнеткерлердің көптеген жеңілдіктері бар. Тегін жол жүру, саябақтар мен мұражайларға тегін кіру, арнайы асханалардағы арзан түскі астар. Басым көпшілігі ауыл тұрғындары болып табылатын қалған қарттар өз балаларының қарауында. Қаржылық сауаттылық бұл қаржыға қатысты жасаған әр қадамдарыңа деген жауапкершілік. Соны естен шығармаңдар. Біз зейнетақыны қалай түсінеміз? Болашаққа керек ақшаларды жинайтын бір сандықша немесе қоржын ретінде қарастыруымызға болады, Иә. Біздің зейнетақыларымыз міндетті жарналардан және де ерікті жарналардан тұрады. Дәл осы жарналарды біз сол қоржынға жинаймыз, сосын керек кезде, яғни зейнетке шыққан кезде жиналған ақшаларды алып, оны жаратамыз да пайдаланамыз, интерактивті тақтамызға назар аударыңдар. Мына жерде сол сандық, сол қоржын, сейф түрінде көрсетілген. Мына жерде сұрақтар бар және де 3 түрлі жауаптар бар. Сендердің мақсаттарың дұрыс жауап беріп, мына монеталарды, мына теңгелерді сандыққа, яғни сейфке салу болып табылады. Ал егер сендер дұрыс жауап бермесеңдер, онда сендердің жүрістерің келесі ойыншыға өтеді. Бәрі түсінікті ғой? Ал сонымен кімнен бастаймыз? Кел, Алидар. Базалық зейнетақыны алатындар. Олар кімдер? Ұзақ өсетіндер деп ойлаймын. Дұрыс емес. Жақсылап ойлан. Зейнеткер. Жақсылап ойлан. Зейнеткерлер. Сонда базалық зейнетақыны Бөлек топтары. кім алуы мүмкін? Зейнеткерлердің бөлек топтарды емес. Барлық зейнеткерлер. Бұл дұрыс жауап. Орныңа отыра қой. Көп-көп рахмет. Әрі қарай жалғастырамыз. Кел. Меруерт. Саған сұрақ. Базалық зейнетақының көлемін бекітетін ол мемлекет, жұмыс беруші және де зейнеткердің өзі. Мемлекет. Әрине, мемлекет. Орныңа отыра қой. Кел, Қайырхан. Салымшы жинақтаушы зейнетақы қорына өз бастамасымен салатын ақшаның атауы. Ерікті зейнетақы жарналары. Әрине. Әрі қарай жалғастырамыз. Саяжан, келе қойшы қасыма. Міндетті зейнетақы жарналары қандай ставкамен есептеледі? 10%. Әрине, өте дұрыс. Кел, Мирас. Қазақстанда аралас зейнетақы жүйесі жұмыс істейді. Ол базалық зейнетақыдан, еңбек зейнетақысынан және қандай зейнетақыдан құралады? Яғни, үшінші атауын тауып беріңдер маған. Жинақтаушы жүйеден. Сенің де ойың сол ғой.
Өте дұрыс, ойың дұрыс сенің. Орныңа отыра қой. Келіңдерші қыздар. Ал Меруерт. Қауіпті өндірісте жұмыс істеген немесе экологиялық апат болған жерде тұрған адамдардың зейнетақыларына қосымша не қарастырылған? Менің ойымша үстемелер. Үстемелер өте дұрыс. Орныңа отыра қой. Жалғастырамыз. Сайжан, кел. Міндетті және ерікті зейнетақы жарналары дегеніміз. Инвестиция бар. Иә, кәнекей көреміз. Бұл туралы да мен көп айтып едім ғой. Орныңа отыра қой, көп рахмет. Себебі біз болашақты қамданып, бүгінгі күннен бастап болашағымызға ақша салмаймыз ба? Солай емес пе? Солай. Енді осы ойын арқылы сендер бейнеттің зейнетін қалай көру керектігін жақсы меңгердіңдер деген ойдамын. Әлемдегі ең үлкен зейнетақылар Данияда. Ол жердегі зейнеткерлер ай сайын шамамен $3000, ал әлемдегі ең төмен зейнетақылар Грузияда. Шамамен $40. Түркияда болса ең жоғары зейнетақыны бұрынғы банк қызметкерлер алады. Олар кәдімгі зейнетақылардан 5 есе үлкен. Жауапкершілік, тәртіп және де жоспарлай білу бұл қаржылық сауаттылықтың негіздері. Дәл осыны ұмытпаңдар. Достар, әр елдің зейнетақы жүйесі әртүрлі. Ол неге байланысты? Әрине, адамдардың алатын зейнетақысына, сол елдің өзінің әл-ауқатына, дұрыс па? Әр ел әртүрлі ғой. Дамыған елдер болады, дамушы елдер болады, және қалып қалған, кедей мемлекеттер болады. Міне барлық факторлар соған өзінің әсерін тигізеді. Және де сонымен қатар адамдардың өмір сүру уақыты да ұзарған сияқты кейбір мемлекеттерде бұл да өзінің әсерін тигізеді. Ал қазіргі таңда біздің Қазақстанда зейнетақы жүйесінің реформасы жүзеге асырылып жатыр. Сонымен достар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық, Ол үшін біз әдеттегі бізге үйреншікті ойын ойнаймыз. Міне, ортада зейнетақы жүйесіне сай 5 тұжырымдама бар. Сол тұжырымдамаларға сәйкес суреттерді орындарына сендер қойсаңдар ғана болғаны. Сонымен ойынымызды бастаймыз, достар. Бірінші мен тақтаға Қайырхан шақырайын. Зейнетақы мөлшері еңбек өтіліне байланысты. Яғни қанша уақыт еңбек етті? Екінші. Міне соған байланысты. Екінші сурет. Өте дұрыс, орныңа отыра қой. Келесі. Кел, Саяжан. Зейнетақы мөлшері еңбек ақысына байланысты. Еңбек ақы. Болмаса оны жалақы дейміз. Яғни жалақы деген сөз өз орнына тұрды. Дұрыс, орныңа отыра қой. Кел, Мирас. Зейнетақы мөлшері ерікті зейнетақы жарналарының көлеміне байланысты. Бірінші сурет. Бірінші. Бәрекелді, өте дұрыс. Арғарай жалғастырайық, келе ғой, Меруерт. Зейнетақы мөлшері еңбек жағдайына байланысты дейді. Бесінші. Менің ойымша соңғы сурет. Соңғы сурет, әрине дұрыс, орныңа отыра қой. Ал, Алидар, кел. Мына сурет қайда барып тұратын енді білесің ғой, бірақ сонда да тұжырымдаманы оқиық. Мінекей дұрыс, зейнетақы мөлшері адамның тұру жағдайына байланысты. Көп-көп рахмет. Достар, ал енді жалпы бағдарламамызды қорытындылайық. Зейнетақы не үшін керек? Жалпы осы тақырып бойынша сендер не түсіндіңдер? Қайырхан. Егер де адам көбірек жұмыс істесе, онда оның зейнетақысы көбірек болады. Саяжан? Жалақы мөлшері жоғары болса, онда зейнетақы да жоғары болады. Дұрыс, Алидар. Адам қауіпті жерлерде жұмыс істесе, зейнетақысы да көбірек болады. Достар, сендерді бүгінгі сабақтан көп пайдалы мағлұмат алдыңдар деген ойдамын. Ендеше мына нәрсені ұмытпаңдар. Есепсіз дүние жоқ. Келесі кездескенше сау саламат болыңдар.